Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қазіргі таңдағы хит сайттардың бірі Next сайтына обзор жасаймын, яғни Next сайтын толық түсіндіріп кетемін. Қалай заказ беру керек барлығын. Бірінші Google-ға немесе Chrome'ға кіріп Next KZ деп жазамыз. Басқан соң бізде осындай бет ашылады. Осы жерден официальный сайт деп тұр ғой, Next-тің осы жерді басамыз. Басқан соң мынау адамның суреті тұр ғой, осы жерге кіреміз. Қазір менде мынау кіріп тұр. Өте деп жүрейін. Егер сіздер тіркелмеген болсаңыздар, қайтадан тіркелесіз. Ең басында тіркелесіздер. Мысалға ана жерден әйелсіз ба, ер кісісіз ба, осы жерден таңдайсыз. Атыңызды жазасыз, мысалға фамилияңызды, электрондық почтаңызды, номеріңізді барлығын мына жерге жазасыз, район. Өзіңізге жақын, соңғы жағындағы почтаның адресін жазатын боласыз. Қалаңызды барлығын жазып, толтырып шығасыз. Электрондық почта немесе SMS уведомление, осы екеуін біреуін таңдайсыз. Ең соңында болғаннан кейін зарегистрироваться деген бөлімді басып тіркелетін боласыз. Мен қазір тіркеліп қойғам, сондықтан кіре беремін өзімнің неммен, почтаммен. Қазір мен сіздерге кіріп көрсетейін. Почтаңыз бен пароліңізді ұмытып қалмайтындай боласыз. Бір жерге жазып қойыңыз, егер ұмытып қалатындай болсаңыз, келесіде сол арқылы кіре беретіндей. Егер бұл сайтты жоғалтып алам десеңіздер, мынау жоғарғы жағында next.com деп тұр ғой, осы жердегі не бөлім тұр ғой, осын басамыз, көк жанды ғой менде қазір. Төменгі жақта іздегенде сіз оңай тауып аласыз. Яғни бұл бет сізде сақталып тұратын болады. Осы сайт. Кіреміз, сайтқа кіргеннен кейін осы жердегі іздеу батырмасын, яғни мына жерде поиск дейді ғой, соны басамыз да өзіңізге керекті затты іздейтін боласыз. Атын жазып іздейсіз, мысалға не керек сізге, футболка деген секілді. Немесе мына жерден балаңызға, қызыңызға, немесе өзіңізге киімдер қарайтын боласыз. Мен мысалға балалар киімін қараймын. Киімдерден барлық киімдерді көремін. Осы жерден көре бересіз киімдерді. Бұл Next-тің киімдері качествосы өте жақсы, өздеріңіз білетіндей. Бір жағынан әдемі көрінеді. Осылай көресіз заттарды. Ұнаған затыңызға осылай жүрекше батырмасын басып қоясыз. Бұл сізде сақталады корзинаңызда. Және мысалға осы затты алатын кезде размерін таңдайсыз. 2-3 жас немесе 1-2 жас балаңызға. Добавить в корзину деген батырманы басамыз. Сізде корзинада сақталып тұрады заттарыңыз. Алатын заттарыңыз осылай таңдап аласыз. Мысалға осы 2 киімді аламын делік. Егер алатын болсаңыз, мына жерден размерін таңдайсыз. Қандай размер, мысалға мына жерден көріп аласыз. Размерлерін таңдап, егер керек емес болса, удалить батырмасын басасыз. Және мен мысалы мына киімді алайық, заказат. Бұл киім сізге 1 апта көлемінің ішінде келеді, 1 апта көлемінде. Жаңағы сіз басында толтырған адресіңіз бойынша мына жоғарғы жақта осылай шығып тұрады. Жаңағы алған киімнің бағасы, адресіңіз, доставка. Содан соң мына жерде кредитная карта деген батырманы басамыз. Яғни өзіңіздің неңізді толық жазасыз, номер картаңызды. Мысалға менде осы жерге атыңызды, картаңызды толығымен толтырып шығасыз. Мына жерге мысалы атын жазасыз, кім екеніңізді, номерін жазасыз, қай жыл екен, оплатить деген батырманы басасыз. Басқан соң
сізде заказыңыз қабылданып үйіңізге дейін келетін болады, почтаға дейін келетін болады. Көрсетілген почтаға келеді, сөйтіп киіміңізді аласыз.